Ғылыми зерттеулерге сүйенсек, әр айдың адам ағзасы мен психологиясына, әлеуметтік жағдайына әсері болады екен. Сіз қай айда дүниеге келдіңіз, жаза беріңіздер. Бүгін қаңтардан бастаймын, ал жұмыс күндері дүйсенбі күні ақпан, ары қарай деп жалғастыра берме. Бүгін қаңтар. Сонымен қаңтар айында туған адамдар шыдамды әрі жігерлі келеді екен. Тағдырдың қандай тәлкегіде болса да, жақындарына салмақ түсірмей, бәрін өз мойнымен көтереді екен. Қай салада болсын, биіктерді көрінгенде қалайды, мінездері отбасыларына кейде жайсыздық танытқанымен жолдастарын өлердей сүйеді. Әрқашан қандай жағдай болса да көмектесуге дайын тұрады. Тәтті тағамдар жасауға әуес, ал қаңтарда туған ерлер әділ әрі жігерлі болғандықтан оларға қиын сәттерде иек артуға болады. Олар тіпті тәуекелшіл шешімді тез қабылдайды, өзінен әлсіздерге мейірімділікпен қарайды, әйелдерге құрметпен инабаттылық танытады екен. Өте тәкаппар және ерік жігері мықты, отбасына жайлы адамдар қаңтар айында туылғандар болады екен. Мен қайырлы таң, қымбатты қазақстандықтар. Ақпан айында дүниеге келген адамдар туралы кішігірім ақпарат берейін. Ақпанда туылғандар тік мінезді болады, бірақ ұстамсыз келеді. Мінезі көңіл күйіне байланысты құбылмалы болады. Бұл айда туған адамдар, ер адамдар қиындықтан қорқуды білмейді. Тез шешім қабылдай алатын қабілеттері бар екен. Олар кекшіл болғандықтан өзін жәбірленгендерді кешіре бермейді. Әлсіздерді менсінбейді, ақкөңілділік пен мейірімділік таныта алмайды. Ал әйелдер қауымы мейірімді, сабырлы, балажан болып келеді. Отбасына жайлы болады. Бала тәрбиесіне ерекше мән береді. Алдағанды дым кешірмейді екен. Өте кекшіл адамдар болып келеді. Наурызда дүние есігін ашқан жандар өте сезімтал, әсершіл болады екен. Сәтсіздікте тез берілетін болғандықтан қызметтегі өсуде баяу болуы мүмкін. Егер олар табандылық пен бірбеткейлік танытса, көп нәрсеге қол жеткізер еді. Наурызда дүние есігін ашқан ерлердің жандары жаралағыш әрі ақ көңіл болып келеді. Тәуекелге жоқ, тағдыр тәлкегінің кедергісіне қарамай үнемі алға ұмтылумен жүреді, жеңіле бермейді. Ал атақ пен даңққа ие болғанда өз дәрежесін көп сақтай алмауы мүмкін. Мастанып беделін әп-сәтте жоғалтуы да мүмкін. Біреудің жоғарылауының өзінің жеңілісі ретінде сезінетін іштарлар да бар, мойындау керек. Бұл айда дүние есігін ашқан әйелдер болашаққа балашумен көріпкелдерге көп сенеді және де оларға барады екен. Олар өздерінің сыртқы сұлулығына көп мән беріп, үйдегі тірлікті екінші орынға қойып қояды екен.